Кеш жарық достар, мінекей керемет аулада жүрміз. Құстар ән салуда, мынандай керемет дизайндегі үйіміз достар сатылымға шығып тұр. Ремонт бітті, үй дайын болды. Егер сіз Шымкент қаласынан үй іздеп жүрген болсаңыздар, осы мәлімет сіздерге өте маңызды деп ойлаймын. Қараңыздар, не деген освещениялар аулада. Керемет терраса, қазан ошақ, ас бөлме жазғы, кладовой. Осындай райт стиліндегі достар керемет үйіміз сатылымға шығып тұр. Ертегідей үйіміз достар сатылып жатыр. Керемет бастырмамыз бар, мұнда қараңыздар. Даланың отделкасы толық таспен жасалынған, айналдыра освещение өте керемет. Мынау бастырмамыз бірнеше машинаға арналған. Мінекей осындай керемет дизайндегі достар, участок 10 соттық жер, айналдыра. Мінекей керемет көрініс. Мінекей егер сіздерге осы мәлімет қызық болса, толық ақпаратты достар біздің парақшадан аласыздар. Астында нөмірлер қалдырамыз, сол нөмірлерге хабарласып мәлімет алуға болады. Мінекей кеттік, қазір үйдің ішін обзорын көрсететін боламыз достар. Үйдің іші тоже сондай керемет, сырты қандай әдемі болса, үйдің іші де өте керемет сондай. Жүріңіздер, тікелей үйге кіріп кетек. Мұнда қараңыздар, керемет террасамыз бар. Мынау кірген кездегі үйге входной группамыз. Мінекей тамаша шпоннан жасалынған биік шкафтарымыз орнатылған. Мінекей мынау кірген кездегі санузел, қол жуып кіретін. Мұнда керемет зеркало, кілттеріңізді қоятын тумбочкамыз, ключницамыз. Және де әнекей үйдің ішіне кірдік. Үйдің ішіне кірсек, осындай кең, өте әдемі дизайндегі үйіміз мінекей толық бітіп тұр. Үйдің көрінісін көріп тұрсыздар, қандай тамаша достар. Бұл жерде мынандай потолоктер өте биік. Мынаның бәрі достар шпонмен жасалынған. Бамбук панель деген жоқ бұл жерде. Бәрі өзіне де өте қымбат материалдар қолданылған. Ас бөлмеден бастайық. Ас бөлмеге кіретін болсақ, мінекей қараңыздар, осындай керемет дизайндегі ас бөлмеміз толық жиһаздалған. Және мына жерде котельныйымыз бар. Оны бөлек келгенде толық сіздерге обзорын көрсететін боламыз достар. Мұнда керемет дизайндегі залымыз. Бұл үйді қалай тамаша керемет десек те жарасатын өте әдемі үйіміз мінекей достар. Және де проектісі де өте ыңғайлы жасалынған. Бұл жерде бірінші этажда тағы бір жатын бөлме бар, үлкен кісілерге арналған. Мінекей жеке өзінің гардеробы мен сан торабы бар. Бұл жерде ванна қойылған. Өте әдемі осындай дизайн достар. Жүріңіздер, екінші этаждың жатын бөлмелерін обзорын көрсетеміз достар. Қараңыздар, лестницаға жақындап қалған едік. Автоматты подсветкамыз қосылып кетті. Мына жердің бәрі шпонмен өте керемет етіп жасалынған үйіміз. Мінекей достар, менің барша көрерменім осы жыл міндетті түрде үйлі болсын. Мені көтерілген кезде 1, 2, 3, 4 жатын бөлме. Мынау общий сан торап. Ал кеттік
бірінші жатын бөлмені достар тамашалайық. Мінекей мына үлкен жатын бөлме. Көтерілген кезде мастер спальня, негізгі жатын бөлме. Мінекей өзін жеке гардеробная және санторабы. Бұл жерде душевой әрине, және барлық жерде гроя орнатылған. Мінекей өте осындай қымбат дизайндегі үйіміз достар. Бірінші жатын бөлме көрдік. Мынау достар екінші жатын бөлмеміз. Ой, бұл общий санузел. Қазір екінші жатын бөлмеге барамыз. Бұл жерде үлкен ванна подсветкасымен. Мына жерде санторап болады. Жуынатын жер. Барлық прачечный заттарыңызды қоясыздар. Стиралка, сушилкаларыңызды. Өте кең. Ал мынау үлкен балдарға арналған жатын бөлме. Өте керемет дизайнде. Уже встроенный мебельдеріміз дайын достар. Қараңыздар. Қандай керемет етіп жасаған. Ал кеттік мына үшінші жатын бөлмемізге барайық. Бұл де достар өте керемет дизайн. Қараңыздар, не деген кең, әдемі бөлмеміз. Дуалдардың бәрі мынау шпонмен істелінген, және мынаның бәрі ручная работа. Қараңыздар, қандай керемет етіп достар жасаған мына дуалда. Көрініс енді өте әдемі, необычный дизайнде осындай тамаша көрініс. Ал бұл жерде енді достар тағы бір жатын бөлмеміз негізгі. Мынау осы жатын бөлменің гардеробный және өзін жеке санузелі. Екінші этажда бұл екінші мастер спальня. Және де мына бөлмеміз бар. Бұны жатын бөлме жасасаңыздар да болады, төртінші бөлме. Және де бұны кабинет жасасаңыздар болады. Өйткені бірінші этажбен бірге уже 4-5 жатын бөлме болып тұр. Мінекей қараңыздар, қандай керемет көрініс. Және бұл жерде тамаша дизайндегі балконымыз бар. Мінекей қараңыздар, қандай керемет. Қаланың бәрі көрініп тұратын осындай керемет балконымыз. Ал достар, толық обзорымыз осындай жарқыраған жаңа үйіміздің толық обзорын бітіріп жатырмыз. Сіздерге айтқым келетіні осы жылы баршаңыз үйлі болыңыздар, армандаған үйлеріңізге жетіңіздер. Барлық армандарыңыз орындалсын. Аман есен күліп ойнап жүре беріңіздер. Баршаңызға тілейтінім сол. Келесі кездескенше достар, сау болыңыздар. Лайк басып, комментарий жазып қойсаңыздар, сіздерге үлкен алғысымды айтамын.